Қайырлы кеш достар. Міне, бүгін макияж жасап көрсетем. Фаберликтегі декоративный косметикамен. Мынаның барлығы, мына жерде тұрған щеткалардың барлығы Фаберлик компаниясының щеткалары барлығы табиғи өнім болып саналады. Тиынның қылынан жасалынған осындай кисточкалар барлығы. Қазір біздер макияж жасап көрсетуге тырысайын. Енді қараңыздар, бірінші мен жаңа алдыңғы видеоны қарасаңыздар, қазақша бет күтімі туралы айтып кеттім. Міндетті түрде бетке макияж жасамас бұрын, бетке тональный крем жақпас бұрын, міндетті түрде сіздер беттің әдемілеп күтіп, нәрлендіріп, кәдімгі крем жағып алғандарыңыз дұрыс. Одан кейін бізде Фаберлик компаниясында блюр деген осындай крем бар. Яғни бетті тегістеп тұратын. Қазір мен сіздерге жаңасында көрсетейін. Мынандай Blur Beauty Lab деген сериядағы Blur деген крем бар. Осы кремді аласыздар. Ол макияжда тесіктерді білдіртпей, бетті тегістеп жаңа керемет болып тұрады. Және де бізде Фаберликте мынандай щетка бар. Бетке тональный крем жағуға, осындай кремдерді жағуға көмектесетін. Жаңа кремді алдық. Қазір мұрынның айналасын бәрін алып, бәрін тегістеп әдемілейміз. Массаждық линиямен бәрін жағып шығамыз на кремнің барынша. Так, бәрін жағып шықтық. Енді бетке тональный кремде жаға беруге болады. Бұл ретте мен сіздерге Фаберликтің мынандай өзіме ұнайтын осы сериясы, жаңадан новинка қоңыр қызыл болып шыққан сериясы да бар. Барлық тональный кремдер өздеріңіздің беттеріңізге байланысты, яғни тері қалыптарыңызға сәйкес таңдап алсаңыздар болады. Міне, тональный кремді жағамыз бетке. Мынандай арнайы щеткамен жақсаңыздар да болады. Көрініп тұр ғой деп ойлаймын, жағылып жатқаны. Бетті әдемілеп ағартып жатады. Одан сайын тегістеп, қазір ойыстып барлығын бетке әдемілеп жағып шығамыз. Бетке әдемілеп мен сіздерге көрініп жатыр деген ниеттемін. Яғни мына тональный крем бетті одан сайын тегіс әдемі, өте әрлі, балғын қылып көрсетеді. Міндетті түрде мойынды да ұмытып кетпеңіздер. Барынша жағып шықтық. Енді қазір бетке тональный крем сіңгенше біздер қас бояуды көрсетейік. Қас бояуды мен осындай Фаберликтің палета для бровей деген бар. Осы палетасымен бояймын. Соның ішінде үш түс, соның ішінде қоңырлау түсімен бояймын міндетті. Қарап отырсаңыздар, менде енді карандаштар да бар біздерде. Осылай щеткілеп тұрып, әдемілеп бояп шығуға болады. Кәдімгі ұшының барлығын келтіріп, себебі мынаның ішінде де өзінде майда щетка болады. Бірақ мен арнайы осындай қасқа арналған кистпен қасты әрлеп шығамын. Яғни әдемілеп ұшын келтіріп тұрып бояймыз барлығын. Және де мына жағындағы тарақтармен әдемілеп тұрып тарап шығуға да болады. Екі қастың айырмашылығын көріп тұрсыздар ғой. Қастың өзі адамға кәдімгідей әр береді. Қарап отырсаңыздар, мына қасты да қазір әдемілеп формасын келтіріп тұрып бояймыз. Барынша. Ұшын келтіріп бояймыз. Және де тарақпен әдемілеп тарап шығамыз. Естественный цвет қылып шығарады. Қарап отырсаңыздар. Қасты әдемілеп, әрлеп бояп шықтық. Әдемілеп. Өзі қастың өзі адамның жанарын, бетін, ажарын ашып шығады. Енді қасты бояп болған соң, тарап болған соң, сіздер көздің айналасын міндетті түрде, менде алдында бір бояу жасағанмын. Мында подводка бар компанияда. Сол подводкамен алып келтіресіздер. Мен қазір сызып көрсетем сіздер. Яғни Фаберликтің мынандай айнасы арқылы осы подводканы сызып сіздерге көрсетейін. Басынан бастаймыз. Фломастер сияқты өте жаңа ұшындағы щеткасы тастай нақты, және бір жағынан жеңіл сызылады.
кішкене ұшын шығарсаңыздар да болады, көзді үлкейту үшін. Және міне қарасаңыздар, подводкасы бар, подводкасы жоқ көздер, мысалы айырмашылық болады. Кішкене ұшын шығарса да болады. Енді мына көзді бояп шығамыз. Барынша ұшын келтіріп, ұшын шығарамыз. Қазір мына жер дұрыс. Кішкене жағылып кетсе де, жаңадай құлаққа арналған ватный тампондар арқылы сүріп тастауыңызға болады. Яғни ватный тампонмен артып кеткен жерлерін алып тастасаңыздар болады. Артық нелерін алдық. Енді бізде Фаберликте мен өзім жақсы көретін, қазір бұрын неше түрлі түсті жаға беретін, қазір осындай қоңыр түсті жаңағы тендерді жақсы көрем. Және де осындай арнайы кисточкамен алып, бұл ашық тендерді, ашық тұрған жерлерінің барлығын мына ұшына, мұрын жаққа қарай келтіріп жағып көздің, ал қоңыр жақтарын мысалға айналдыра жағуға болады. Көзді одан сайын выразительный дейді ғой, енді көзді үлкен, әдемі етіп көрсету үшін бұлай қоршап жағуға болады. Қарап отырсаңыздар, міне екі көздің айырмашылығы, тең жағылған көз, тең жағылмаған көз. Міне қазір көрсетеміз сіздерге, мына жерде отырып, мына жерге ақшыл, жаңағы ақшыл теңді жақсақ, мынау аяқ жағына қоңыр теңді жағамыз. Ұшына да қоңыр теңден жағып, нежный, әдемі қылып бояуға болады. Осылай барынша нежный, әдемі қылып бояп алсаңыздар болады. Міне қас боялғаннан кейін, көздің айналасы боялғаннан кейін адам кәдімгідей өзгереді. Қазір мен тағы да бір шолу жасап жіберейін. Кәдімгідей адамға басқаша әсер береді. Енді мына жерде бірінші артық теннен, жаңа тағы басқа неден қалған артық қалдықтар нелер болып жатса, оны да алып тастаймыз. Енді негізі бір арнайы щетка болады. Мына жерде Фаберликте бізде мынандай Glamtine деген серия бар. Маған өте қатты ұнайтыны, мына ішінде хайлайтерін мен кәдімгідей өте жақсы көремін. Осы хайлайтерді мен қазір өзінің хайлайтердің щеткасы болмаса да, осындай бетті тазартуға пудраға арналған щетканы былай кішкене алып, мынандай беттің көздің ас жақтарына жағам міндетті түрде. Сол кезде бетке жалтырап, кәдімгі әр береді, бетіңізді свежий қылып, яғни балғын қылып көрсетеді. Және одан бөлек мұрынның үстіне жақсаңыз болады солай. Және иекке жағып, маңдайға жақсаңыздар, кәдімгідей өзіңіз жақсы көрініп тұр, жалтырап шыға келесіз. Қатты жалтыратудың да қажеті жоқ. Сонымен қатар бұрын пудраны, пудра деп румянаны, мысалға бұрынына былай жағатын болсақ, қазір осындай жерге жағу бетті қайта жақсы әдемі көрсететін. Қазіргі не бойынша, соңғы тәртіптер бойынша осылай жағуға болады. Мысалға бетке кәдімгідей әр беріп тұрады, көріп тұрсыздар. Және де бетті кішірейту үшін тағы да мынандай щеткалар бізде. Қоңыр түсін аламыз, мынандай корректор. Және де бұлай дөп отырып, бетті әрлендіруге болады. Енді кейбір мұрынды қысқартып атады, осындай корректор. Маған енді көбіне мен осы екі жағына бетті әрлендіруге осылайда жағып шығам көбіне. Және де мынандай иектерде, овал лица дейді ғой, беттің овалында дұрыс көрсету үшін де осы жақсы. Міне көріп отырғаныңыздай
жеңіл әдемі макияжымызды жасап шығардық. Түк қиындығы жоқ. Барлығында мына жерде мен қолданғаным тек тень, біздің тональный крем және де міне тональный крем қолдандым Фаберликтің боянуға, және де қас бояйтын палета және мынау глам тимді пайдаландық. Қалғандар кисточканың барлығы да осы Фаберликтен. Өстіп отырып, бір 5-10 минуттың ішінде күнделікті далаға шығатын жеңіл макияж жасап алуға болады екен. Өздеріңіз ары қарай шаштарыңызға прическа жасасаңыздар да болады. Көріп отырсыздар, беттен қандай жалтырап, әдемі болып шыға келді. Қастың өзі маған қатты ұнап тұр. Енді сіздер де өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Барынша сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Біздің Фаберлик компаниясына тіркелу тегін. Және де тағы да бизнес жасаймын немесе бет күтімінен кеңес керек деген кісілер маған төменге комментарий қалдырып, немесе менің төменде көрсетілген нөмірлеріме хабарлассаңыздар болады. Ал осы видео ұнаса міндетті түрде лайк басыңыздар, және де маған қоңыраушаны басып, осы менің каналыма жазылып кетіңіздер. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін, әдемі де әсем болып жүрейік. Оның ішінде барлық палитрасына мол бай компания Фаберлик көмектеседі. Енді мен ерінді бояуды ұмытып бара жатыр екенмін. Мына жерде Фаберликтің помадасы, тоже новинка, соңғы шыққан помадалардың бірі. Өте увлажняющий, керемет помада. Соңғы штрих. Қараңыздаршы. Әсем де әдемі болу өз қолымызда. Мен помаданы көбіне карандашты жағам барынша. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Әдемі әсем болып жүру өз қолдарыңызда. Барынша күтім жасап, өз-өздеріңізді толыққанды жақсы көруге тырысыңыздар. Өмір тамаша.